Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде математика сабағы 3-ші сынып, 3-ші сабақ. Тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Сандарды кему реті бойынша көшіріп жаз. Енді біз бірінші суреттен қараймыз. Түлкіде 890 ондығы 9 бұл санды жазбаймыз. Кесірткеде 509 ондығы 0 деген сан, яғни осы санды жазамыз. Таспақа 308 ондығы 0 жазамыз. Тиын 380 ондығы бұл жерде 8, осы санды жазбаймыз. Қосаяқ 105 ондығы 0 жазамыз. Кірпі 907 ондығы 0 жазамыз. Күзен 350 бұл жерде ондығы 5, бұл санды жазбаймыз. Енді осы сандарды кему ретімен жазып шығайық. 907, 509, 308, 105. Сонымен балалар Қазақстанның шөл даласында кесіртке, тасбақа, қосаяқ және кірпі тіршілік етеді екен. Екінші есеп. Толық жүздік, толық ондық және бірліктер жазылған қима қағаздар дайындаңдар. Берілген қима қағаздарды пайдаланып сандар құрастырыңдар. Алдыңғы және келесі сандарды атаңдар. Алдыңғы сан нешеге кем, келесі сан нешеге артық. Бізде берілген сандар 532, 124 және 506. Енді 532-нің алдыңғы саны 531 және кейінгі саны 533. Яғни алдыңғы сан бір санға кем, кейінгі сан бір санға артық. 124 алдыңғы сан 123, бір санға кем, кейінгі сан 125, бір санға артық. 506 алдыңғы сан 505, бір санға кем, кейінгі сан 507, бір санға артық болып тұр. Үшінші есеп. Есептеу тәсілін түсіндір. 636 қосу 121. Ең алдымен жақшаның ішіне жүздіктерін, одан кейін ондықтарын, одан кейін бірліктерін қосып аламыз. Жүздіктерін қосамыз. 600-ге 100 қосқанда 700, ондықтарын қосқанда 30-ға 20 қосқанда 50, бірліктерін қосамыз, 7 шығады. Содан кейін барлығын қосып аламыз. Сонда бізде 757 шығады. Бірліктерді бірліктерге қосамыз, ондықтарды ондықтарға қосады, жүздіктерді жүздіктерге қосады. Келесі есеп 757 азайту 121. Бұл да солай. Жүздіктерден жүздіктерді азайтып аламыз. Жақшаның ішінде ондықтарды ондықтардан азайтамыз, бірліктерді бірліктерден азайтамыз. Шыққан мәндерін қосамыз. Сонда бізде 636 шығады. Төртінші есеп. Есептеуді түсіндіре отырып орында. Ең алдымен жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді жақшаның ішіне қосып алып қосамыз. Ал азайту амалын жақшаның ішінде азайтып аламыз да шыққан мәндерін қосамыз. Бесінші есеп. Есепте ең әуелі жүздіктерін, ондықтарын және бірліктерін жақшаның ішінде қосып алып есептейміз. Ал азайту амалын жақшаның ішінде жүздіктерін, ондықтарын, бірліктерін азайтып барып, барлығын мәндерін қосамыз. Алтыншы есеп. Есепті шығар. Есептегі мәліметтерді өзгертіп, басқа толық ондықтарды қой. Оны қайта шығар. Әлияның былтырғы жылғы күн райын бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық, қалған күндер бұлтты болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Әлия неше бұлтты күнді белгілеген? Ең алдымен шартын құрып аламыз. Барлығы бізде 365 күн бар. Бұлыңғыр күндер 60 күн, ашық күн 250 күн, бұлтты күн бізде белгісіз. Шешуі 365 азайту жақшаның ішінде 60 қосу 250, яғни бұлыңғыр күн мен ашық күнді қосып аламыз. 365 азайту 310 болады, тең 55. Жауабы Әлия 55 бұлтты күнді белгілеген. Жетінші есеп. Әріпті өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде д-ның орнына біз 6, 7, 8, 9 сандарын қойып есептейміз. 6-ға 150-ді қосқанда 156, 7-ге 150-ді қосқанда 157, 8-ге 150-ді қосқанда 158, 9-ға 150-ді қосқанда 159 шығады. Келесі кестеде к-ның орнына берілген сандарды қойып шығамыз. 6 көбейту 4, 24, 7 көбейту 4, 28, 8 көбейту 4, 32, 9 көбейту 4, 36.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі күнгі сабақтың жауаптарын көргің келсе, осы видеоны досыңа жібер және лайк басуды ұмытпа.